Демографиялық даму Қазақстан Республикасы егеменді ел болғаннан бергі кезеңдерден ел басынан алға қойған басты мақсаты болды. Осы бағытта республика бойынша жұмыс беруші мемлекеттік және жеке заңды тұлғаларға екі қабат әйелдерге заңды түрде ықпалды көмек көрсету тікелей тапсырылған. Бұл тапсырма жеке заңды тұлғалар тұрмақ, ел басының сеніміне кірген азаматтар басқарып отырған мемлекеттік мекемелерде де орындамай, әйелдердің конституциялық құқы дөрекі түрде бұзылып отыр. Сөзімнің дәлелді болу үшін төмендегі мысалдарды келтірейін. Марченко елбасымен кездескенде, теледидар баспасөздер арқылы сұхбат бергенде халықты әлеуметтік қорғау, жүкті әйелдерді әлеуметтік қолдау, тағы басқа құлаққа жағымды ой пікірлерді шұбыртады. Шын мәнінде бәрі керісінше. Бүгінгі митингіде көтеріліп отырған мәселе Ұлттық банкіде Марченко 2009 жылы төреға болып тағайындалғаннан бергі жүргізіліп келе жатқан саясат және күнделікті қалыптасқан жағдай. Атап айтқанда, жүкті әйелдерге жүктілікке байланысты демалысқа шыққан мерзімнен бастап өз еркімен арыз жазып жұмыстан шығуын талап ету және келіспеген жағдайда әртүрлі деңгейде қысымшылық көрсету. Жүкті әйелдер босанып, бала күтіміне байланысты демалыстан кейін жұмысқа шыққаннан соң 6 ай мерзімге дейін ай сайынғы төленетін сыйақыны төлемеу. Марченко мырза ұрпақ көбейтемін деп аналық парызын өтеп жүрген жүкті әйелдерді бір қолымен қаржыдан, тағы басқа іс-әрекеттермен қыспаққа алып, екінші қолымен еңбек тәртібін бұзып сөгіс алған, сыбайлас жемқорлыққа жол берген қызметкерлерге миллиондап сыйақы таратып отыр. Мұны қалай түсінуге болады? Тарихта асыра сілтеушілікпен қазақ халқының санының миллиондап құруына себеп болған Голощекин жүргізген саясат болды. Бүгінгі күні белгісіз себептермен әйелдер зейнетақы шығу мерзімін ұзарту, жүкті әйелдерге төленетін төлемдерді азайту туралы жүргізіліп жатқан жұмыстар көп жылдардан бері қаржы саласының білгірімін деп жүрген Марченко тағы басқа мемлекет қызметкерлерінің уақытысында көзсіз жіберген қателіктерін бүркемелеу үшін қажет болу және бұл әрекеттер болашақ республика халқының өсу үшін емес, керісінше өшуіне әсер етуі мүмкін. Қазақта осындай істерге арналған бір мақал бар: ақымақ бұзуға бар, түзуге жоқ деген. Міне Марченко мырза өзінің Ұлттық банкіде жүргізіп отырған тәжірибесін бүкіл республика әйелдерінің болашақта тағдырына, халықтың демократиялық дамуына теріс әсерін тигізетін саясатын іске асыру үшін жанталасып жүрген сияқты. Қазақта сөзімен ісі сәйкес емес адамды суайт дейді. Әбденов пен Құрманов мырзалардың әйелдердің құқығын қорғау орнына Марченконы қолдау, елбасының тапсырмасын орындамай, демографиялық дамудың болашағын жеңілтектілікпен қарау деп бағалауға болатын сияқты. Біз 2011 жылы сайлау кезеңінде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастаған Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының бағдарламасын қолдадық. Осы қолдаудың нәтижесінде партия парламентте көпшілік дауысқа ие болып, партиялық тізіммен өз депутаттарын сайлады. Біз Марченко, Әбденов, Құрмановтарға емес, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сенім көрсеттік. Үкімет басшысы мен мүшелері партия сенім көрсетіп, партиялық тізіммен сайланған депутаттар Конституцияға және елбасының халыққа арналған жолдауларында көрсетілген талаптарды орындауға, шарасыз немесе қарама-қайшы келетін заңнамаларды қабылдау, елбасының даналықпен жүргізіп отырған саясатын жоққа шығаруға әрекет жасау деп бағалауға болады. Сондықтан Нұр Отан халық демократиялық партияның бірінші орынбасары Байбек мырзаның алдында кезінде партияның мүшесі болғандықтан партиялық тізіммен депутат болып сайланған, өз іс-әрекеттеріне немқұрайлы қарайтын, кездейсоқ болмаса белгілі бір мақсатпен сайланған депутаттарға жариялық түрде сенімсіздік көрсетіп, елбасы партия басшысының тапсырмасын қасақана орындамаған деп тауып, депутаттық мандатты кері қайтарып, партия қатарына босатып отырған сияқты. Бұл оның өзіне сенім көрсеткен, елбасы мен елбасына көрсеткен ел сенімін құрметпен орындаудағы азаматтық борышы десе де болады. Бұл жұмыстарды жүргізуге Байбек мырзаға соңғы 2 жыл ішінде бірнеше рет депутаттардың өз сұхбаттарында асығыстықпен кесіріне шиқа заңнамаларды өткізгендерінің мойындағандары негіз бола алады. Осындай болып жатқан іс-әрекеттерге көбінесе қоғам кінәлі деп айтуға болады. Егер де біз Қазақстан азаматтары бұзылып жатқан құқықтарымызды бірлесіп шешпесек, бір күні Марченко сияқтылардың көмегімен 30 жылдарда Голощекин қасіретінің қайтып оралғанын байқамай қалуымыз мүмкін. Сондықтан үкімет қоғамның бақылауында, ал қоғам ерінбей сол бақылауды босатпауға тиісті. Алматы және Астана қалаларының әкімдері Есім Ахметжан Смағұлұлына
және Тасмағамбетов Иманғали Нұрғалиұлына демократиялық принциптерге сай осындай митингіге рұқсат берген үшін алғысымды білдіргім келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.